selector. Assalamu alaikum құрметті достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге Free Fire'да қалай джойстикпен ойнауға болатынын көрсетемін. Ол үшін достар, каналға жазылып қойық. Видео ұнаса лайк басайық. Онда болса достар, мен бастайын. Бізге бүгінгі бірінші көрсетіп жатқан джойстик бұл PlayStation 2 PlayStation джойстигі негізі. Екі PlayStation джойстик мынау біріншісін көрсетіп жатқан, бұны мен қоса алмадым. Может, оны екінші, үшінші видеода қосып қалуым мүмкін. Енді бұны қосу өте қиын болды. Енді ал екіншісін қосу болады. Мына бірінші сіздерге көрсетейін деп бұны көрсетіп жатырмын. Джойстик мына USB-мен қосылады, ал және қарасын. Оны не екенін білмеймін, оны қалай қосатынын білмедім. Ал екіншісін көрсетейін сіздерге. Мынау беспроводной түрі. Негізі бұны мен қазір сіздерге USB-мен қосып көрсем. Негізі бұның өзін Bluetooth-пен тек PlayStation-ға қосылады. Және бұны біз өзінің USB-мен қосып көрсетемін. Міне USB осындай. Осыны бірінші қосып аламыз. Және мына 30 USB-мен осыны джойстикті соткаға қосамыз. Соткаға қостық. Джойстиктің өзінің светтерімен көрініп тұрады. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай джойстик жұмыс істеп тұр. Және достар, бұны біз Free Fire'да джойстикпен ойнау үшін бізге Octopus деген программа керек. Octopuspен біз ойнаймыз. Міне қазір мен сіздерге көрсетейін қандай программа екен. Так, қайда еді? Міне тұр достар. Фокус алынбай жатыр. Достар, үш жағында өзі көрініп тұр. Қосылған алсақ көрінбей қалады. Өзі жазу бар, қосылды, қосылмады деп шығатын. Бұны қостық. Енді достар, біз Free Fire'ға кіреміз. Достар, анығырақ қарасаңыздар, сотканың Free Fire'ға кіргеннің бет жақтарында әртүрлі әріптермен белгіленіп тұр. Сол арқылы осы джойстиктің батырмасын бастау өзі қосылады. Міне біз кірдік қазір. Енді осы настройкасынан жөндеп аламыз. Көк суретпен сол жағында өзі көрініп тұр. Осы жердегі кіріп, енді осы жерден өзіңізге керекті әріпті жазып, өзіңізге қолайлы кнопканы қоя бересіз.
Міне мен джойстиктің күні қойдым. Бұл әрине сол жақтағыны өзім алды артқа, бұл жан жаққа бұратыны. Өздеріңіз ары қарай көріп біліп аласыздар бұны. Керек емесін алып тастайсыздар өздеріңіз. Достар, сіздерге ойнап көрсетейін. Міне достар, менің джойстигім жұмыс істеп тұр. Ал кеттік, сіздерге көрсетейін. Мен жаңа секретіндікін өзім бастым. Егер оны өздеріңіз экраннан бастыларыңыз келмесе, осының кнопкасына қойсаңыздар болады. Егер достар менің видеом ұнаса, лайк басып, каналға жазылып, өз ойларыңызды комментария қалдырсаңыздар болады. Және де түсінбеген сұрақтарды комментария қалдырсаңыздар болады. Сонымен достар, келесі видеода кездескенше